Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бізде тағы да ЖБ шоу. Шымкент Тараз болып бітірбей өткенде, өткен бағдарлама. Қайтып жиналып алдық Шымкент Тараз болып. Мен айтам, Тараздың футболы мықты десем, мынау қоймайды. Не болды? Жоқ, мен ол иә, мақұл. Ербұратаға келіп отырмын. Жалпы деймін да. Енді бірақ негізінде түбінде ереке айту керек, ол Шымкент пен Тараздың футболы біте қайнасқан. Бұрыннан ара қатынасы мықты болған. Жақсы. Біздің футболшылар Шымкентте ойнаған, Шымкент футболшылар Таразда ойнаған, жақын жатқан, көршілес жатқан облыстар. Иә, Шымкенттен де келді ғой жаңағы Шерғали Оспанов, қазақтың Марадонасы. Бізде келіп ойнады ғой, Марадона дейтін. Шерғали Оспанов кейін төресі болды ғой. Иә. Жартылай қорғаушыда ойнады ғой, Шымкенттен де ана Мұфтахов, соның жаңағы тағы біраз жақсы ойыншылар. Бегалы Жақыпбеков ойнады бізде. Марадона демек шағас. Марадонаның ойынын көрдіңіз ба? Телевизордан сол кезде? Марадонаға жететін футболшы жоқ, ол Пелеңіздің өзі жетпейді оған. Месси, Роналдо дегендер гәп па? Оның тырнағына да татымайды ғой. Месси кім, Марадона кім? Аспанменен жерді айтып отырсың ғой, бауырым-ау. Марадона ол 20-шы ғасырдың интернет сұрақ не алғанда бірінші орынды Пеле емес, Марадона алған. Дүниежүзілік опрос дейді ғой сұрақта. Сауалнама. Сауалнамада Диего Марадона. Мессиге жаңағы сендердің мақтайтын хваленый Барселонаның 9 ойыншысы соған ойнайды ғой. Марадона жалғыз Наполиді чемпион болған. Мессидің да енді еңбегін, ол да әлем чемпионы болды ғой? Кім? Месси да әлем чемпионы болды ғой. Ой, енді ол кімге жете алмайды. Катарлықтар сатып берген. Марадона қайда, Месси қайда? Ол әлем чемпионы болғанмен, мысалы, Марадона әлем чемпионаттарында қандай гол соқты? Оның голы теңдессіз голдар ғой. Арасында қолмен ұрған. Қолмен соққаны. Мынау Божья рука деп. Соның өзі неге тұрады? Масқара ойыншы болды. Ол бірақ сол Наполиға барып, сол итальянский мафиялар құртты түбі, иә? Иә, түбі солар құртты ғой, наркоман болып кетті. Наполиде самолеті болған ғой оның жекеменшік. Апасы, ауырып жатырмын десе, самолетке мінеді, Буэнос-Айреске ұшып бара салады, келе салады. Ойын күні келе салады. Бүткіл Италия жаңағы енді былай. Қайдай көрген ғой, бүткіл Наполи, Марадона деген кезде бітті. Аргентинада Росарио деген қалада шіркеу бар Марадонаның атында. Барып свечи жағып не сескен. Росарио Централь деген жаңа футбольный клубы бар. Аргентинаның несінде ойнайтын. Сол түбі Наполиға келе алмай кетті ғой. Налог төлемей қарыз болып кеткен Италия мемлекетіне кіргізбей қойды ғой. Бірақ енді Марадонаның өзі. Біргем дүние. Енді ол мысалы мықты футболист десең, мысалы сен айтып отқан Месси мен Роналдоның анау Кройфтың деңгейіне де жетпейді ғой, Йохан Кройф. Қойыңызшы да күшті. Кройфтың летуші голландец. Екі әлем чемпионатында 2 рет финалда ойнап ұтылған. Енді оның техникасы деген, енді оның ойыны деген. Енді қазір футбол дамыды, техника дамыды. Более профессиональный болды ғой қазір футболшы. Ол кезде не болған жоқ па не? Ол енді ішіп жүріп ойнады ғой. Жоқ, ішкен емес. Әлемге тотальный футбол дегенді алып келген. Ринус Михельс. Тотальный футбол дегенді, білесің ба? Оға деген жаңа бізде дубль Б, дубль А, дубль 3 ойнаған. Тотальный футболды алып келген Ринус Михельс. Команданы қалай құрған? Сол кейін Барселона тики-такасы соныкі ма? Иә. Копировать еткен ба? Андай версиясы ғой, мықты версиясы ғой, шындай. Ол шынный версия дейді оны жаңағы кімдікі. Оны Райкардқа қалдырып кеткен кейін. Ол Йохан Кройф деген ол өте мықты футболист. Ринат Досаевтарды білесіз ба? Енді олар бізге келді ғой Жамбылға. Мәскеудің Спартагы Юрий Гаврилов бар. Юрий Гаврилов Мәскеудің Спартагында жүргенде Константин Бесков баспайып көр ғой. Ё-мой, Бесков па? Иә, сонымен жаңа бір күні қарасаң, мына жерде бір инвалидный машина тұр дейді да. Соның кейін жаңа Бесков сұрамаймын, мынау кімнің машинасы? Сөйтсе жаңа, Юрий Гавриловтікі дейді, әкесінің жаңа инвалидіне баяғыда кішкентай машина болушы еді, инвалидтерге берілетін. Сонымен тренировкаға келген ғой. Шынын айтқан ғой, ертең көрмейтін болайын анаған. Шоқа Жигули алып беріңдер. Инвалидтердің командасы екен деп айтады. Иә. Спартак жаңа несі ғой, базасы не деуші еді? Тарас чемпион болған кезде... Тараспаға жаңа инвалиднемен көріп айтты. Тарас чемпион болған кезде Шоқа Жигули берген дейді ғой бүкіл командаға, иә? Берді. Шановтың кезінде ма? Шановтың кезінде. Пятерка медали. Жоқ, 0,5 Жигули берді. Ғани Қайназаров 0,9 Жигули алды. Вайт Талғаев Волга алды ол кезде.
қалғандардың бәрін 0-5 гол берді ғой, бәріне түгел берді. Жоқ, ана жаңағы Ван Бастеннің голын көргенсіз ба деймін да, 88 жылы ана Ринат Тасаев соған айтып келатқанмын ғой, Голландияның масқара еді ғой ойыны деймін да. Енді ол кездегі Миланның өзі мысалы, мен бір жол ана бізде бір төреші болатын, сонымен спорласып Милан мен Барселона ойнайтын болды. Финал Чемпиондар лигасын. Соны ол айтады, Барса отады жеп қояды дейді да. Йохан Кройф тренер еді ғой кезде. Соны айтаме, қазір Милан айырып тастайды сен Барселонаның кейін ғой. Соның кейін бір ресторанға екеуміз спорласамыз. Иә, мен ол кезде баспасөз хатшысымын Таразда. Сонымен кетеміз. Соның кейін түнімен ұйықтамай футболды күтіп отырмыз ғой. Милан алады. Ол кезде Франк Райкард бар, Род Гуллит бар, 4-0 ғой. Марко Ван Бастен бар. 3 голландец бар ғой. Летуший голландец. Шақ тастады ол. Сосын Барсаға ауысты ғой олардың бәрі шетінен. Барселона негізі маған ұнамайтын команда шыны керек. Негізі нашар. Қойыңызшы, қазір де ұнамай ма? Қазір де ұнамайды. Аға, ол қазіргі футболды, Реал Мадридші. қазіргі футболды көресіз ба? Жалпы әлемдік футбол, Қазақстан әлемнің футболы. барлық футболын көремін мен. Жоқ, Ла Лига, ағылшын премьер лигасы бәрін көресіз ғой? Неге көрмеймін? Мен немене? Өмірден қалқаппын ба көрмеймін? Мен де лайфовать етпеймін ба сендерге десей? Сіз енді Месси мен Роналдоның несін сүріп тастадыңыз ғой. Адам санап отқан жоқ оларды. Үш жанкүйер отырмыз ба? Әркімнің пікірі әртүрлі. Иә. Мысалы, мүмкін сізге Месси ұнар. Ол маған ұнамауы мүмкін. Ана кісіге Роналду ұнауы мүмкін. Криштиану ұнайды маған. Енді не қыл дейсің? Әркімнің өзі мысалы. Жаңа айттым ғой, Жорж Алдания мысалы, спортивный журналист. Ол өзіне ұнағаннан аған жоқ, ол жанкүйерлерге бүткіл опрос жасады, бүткіл Бразилияда. Бразилияның ұлттық құрамасында кімдер ойнау керек? Тізім жасалды ма? Кім ең көп дауыс алды? Сол барды. Әлем чемпионатына журналист спортивный алып барды команда. Қазақстанға жасасашы соны. 70-ші жылы. Иә, сөйтіп Бразилияның ұлттық құрама командасын әлем чемпионы болған спортивный журналист. Германияда да сондай болған. Зеп Хепбергер деген кісі бар ғой, журналист болған, Киккер деген жаңа газеттің астына. О, Киккер мықты. Сол ФРГ ма, ГДР ма? Ол Португалияда да болған. Эбола деген газеттің. Сосын ана Марио Филио бар ғой, Марио Филио атындағы Маракана стадионы ғой. Сол да спорт журналисті ғой. Енді ол айта берсең. Менің атыма бір стадион беріле ма? Түбі қалай ойлайсыз? Ой, жаңағын айттым ғой, Пайшарды, Тбилисиде тұр. Борис. Дұрыс па? Алеш Абрамян, Ереванда тұр. 20-шы ғасырдың ең үздік футболист атанған Алеш Абрамян. Соның кейін кім? Левяшин, Мәскеуде тұр. Лобановский, Киевте тұр. Қазақстан қайда? Жоқ қой? Жоқ. Жоқ, спорт журналистер емес солар. Жоқ, енді футболистке жоқ қой, сен спорт журналист бізге не дейсің? Футболисттерді айтып тұрмыз мысалы. Тимур Сегізбаев атындағы орталық стадион деуіміз керек. Қалматының болды, Қайраттың стадионы. Мойындамай жатыр ғой жанкүйерлер аға қазір. Енді қазір жанкүйерлердің деңгейі төмен ба деп ойлаймын. Тараздың стадионы анау дейді, мынау дейді, бірдеңке деп шығады. Ең болмаса мәдениет болсын деді, біріңді бірің алып жей бермесеш, одан ешнәрсе шықпайды ғой. Ой, интернетте, Инстаграмда біз көмеміз ғой. Күнде отырмын ғой енді. Ит қыламыз ғой кәдімгі. Адам болмайды. Бірақ бұл осы бағдарламаның жанкүйерлер өте мәдениетті. Бұл басқа телеканалда шығып жатыр. Комментариялар да өте керек. Енді айтып отырмын, Тараздағы химик орталық стадион деген енді өтірік ат қой, орталық деген. Не? Центральный стадион дегенде боламын. Сейілда Байшақов атындағы Тараз стадионы деп ауыстыру керек қой сөйтіп. Атын берейікті. Міне, Жақсылық Үшкемпіров атындағы арена тұр ма? Тұр, иә. Енді Таразда тұр ғой. Тараз аренаның жаңағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы. Иә. Алдында балуан шолақтың ескерткіші тұр. Енді қайта берді, не қылай бердің? Бір нелер не қылу керек өзгеріс. Қажымұқан Мұңайтпасов, Жақсылық Үшкемпіров. Мысалы, оны айтайын, Үшкемпіровті мысалы чемпион қылған Шамил Сериков. Шамил Сериков деген легенда болған. Енді ол жауырыны жерге тимей кеткен күрескер. Негізі бірінші сол жаңағы Жақсылық атамыздан бір күн бұрын шығып алтын алған ғой ол кісі. Бірақ ұмыт болып кетті да, көбісі не қылмайды. Енді ол мен өзім немерем атын Шамил болған мен. Шамил Сериков деген. Үйде немерем аты Шамил. Енді ол әлемнің чемпионы, Европаның чемпионы. Союзда ол ұпаймен жеңбеген. Бәрін таза жеңіп отырған ғой. Таза жеңіспен. Ол классикалық күресте ол кезде классический борьба дейді. Қазір біз жаңа
греко-римский анамына дейді ғой, енді Шамил Серіков дегеннен бұл олимпиаданың чемпионы. Соны қысып сборныйға алдыртпай қинап жіберген кезінде Алматыда базарда картошка сатқан екен ғой сол кісі. Енді мысалы басқалары келді ғой чемпиондар. Олардың бәріне мысалы квартира берді, машина берді. Бұған ана бушный машина, бушный квартира берген ғой енді адам сен өзің. Қалай өзің ойлайсың саған? Әлемде бүткіл анау күрестің залы бар. Филаның. Зал славы. Зал славы. Сонда тұрған күресші ғой, өзің ойлайсың. Қазақтың маңдайына біткен. Ол жерде басқа бірде-бір күресші жоқ. Филаның, анау зал славы мысалы анау кімнің өзі Могильный деген бар ғой, кезінде хоккейист қашып кетті. 16 жылдан кейін Торонтода хоккей славаға 16 жылдан кейін кірді ғой. Өзің ойла. Енді мынау Шамил Серіков Филаның несінде тұрған. Сонда неге Қазақстанда сондай адамдардың атына біз бермейміз мысалы? Енді не қылдайсың? Спорт комплексінің аттарын. Сенің, менің шешетін деңгейіміз емес қой, біз айтуын айтамыз. Айтайық, көбірек айта берсек шешіледі. Жаңа бір сөзіңіздағы қазақ футболының несі бастап алған жері ел Семей емес, Орал деп қалдыңыз ғой. Иә, Орал. Қалай Орал болып кетті? Оралда басталған, оны жаңа Оралдағы кім еді, фамилиясын ұмытып отырмын. Сол. Бізден анау әуезов ойнады кезінде Мәскеудегі марафонға барып қайтты, жаңа өзі футболдың тарихын жинап жүрген. Онда бар, соның жаңа қазір кімге хабарласады? Ермұхамед, Александр Поляков. Ол бар. Ең бірінші футбол сол Оралда басталған. Оны кейін Тимур Камасовтар басқалар бар, жаңа Мұхтар Әуезов енді Ярыш деген футбол көп ойнаған, енді сода ойнады, анау деген енді астарлар көп қой енді олай. Подводный течениялар жоқ. А так негізі оны қазір кім өзі айтып береді бұған кімге? Поляковпен сөйлеседі, соны айтып береді. Қай жерде? Мен де естіген 1904 жылы алғаш футбол матчы сол Орал қаласында өткен, Ресейге жақын ғой. Иә, Оралда болған. Ең бірінші футбол клубтары. Бізге Таразға 1921 жылы келген. Ана қазір бір техникум, бұрынғыста техникум болған, соның орнында жаңа футбол алаңы болған, ана Пушкин көшесімен жаңа нені қиылысында. Мына жағында Лағманный бар ғой, соның жаңа дәл қарама-қарсы. Жақсы. Сондай бір Лағман жеп алу керек. Қармашып кетті. Енді ол жерге барып жаңа Лағман, 2 манты, 1 қаймақ, ұрып аласың, той жүресің. Сөйтіп центральный стадионға футбол көріп отыра бересің дейсіз ғой. Айналып кеп Тараздың футболына одан қашан кім келетін ана сендердің жаңағы Шымкенттің дикторы болатын. Осы жақында не шығарып салды ғой деймін. Саттар деген. Иә, ол кісі былтыр барғанда көрдік қой. Иә, ол жаңағы Жамбылға келетқанда мен звондаймын, анау неден алып кел жаңағы Шымкенттің 1-2 жәшік пивосын алып кел деп. Енді ол кезде шымкентский пиво деген ол дефицит қой. Жаңағы 1-2 жәшігін алып келеді. Ой. Сәкең түсініңгі, мен жаңа Шымкентке барам, ол жақта мені қарсы алады стадионға жаңа барам. Мен ештеңе алып бармаймын деп қойсаң. Біздікі жаңа Айтекең Пашовскийлер ғой, басқа не болады. Соны алып барасың. Құр бармайсың ғой енді. Иә, 1-2 пакет. Иә, енді оған жаңағы әр нәрсенің қайырымы болу керек қой, құраяққа бата жүрмейді ол қадам. Сол сияқты әр нәрсенің несі болу керек. Саттар деген, ой, ол да диктор болды. Бәленбай көп жыл істеді ол. Соны ол келгенде кімнің үйіне барып, көбінесе кімнің үйінде болатынбыз бізде. Сағзаводта тұратын, Шмариков. Иә. Ой, соның үйіне барамыз, әңгімен жібересің ғой, жаңа неше түрлі. Чемпионат Қазақстанда 28 гол ұрған адам ғой. Патолог қойып кеткен кезінде. Александр Шмариков деген. Одан жоқ па не? 28-ден көп ұрмаған ба бір сезонда? Кейін Арсен Тлехугов 30 ұрып жіберді. Иә. Сол тұрма әлі рекорд болды. Тлехуговтікі 30, Шмариковтікі 28 болып. 30-ды қашан құлатады? Жақын арада бар ма сондай жоқ, командалар азайып кетті ғой. Ол кезде 20 команда. Жоқ, негізі әр облыста, мысалы бізде 18 облыс па? 18 команда болу керек. Мен солай ойлаймын да негізі. 18 облыс пен 2 мегаполисіміз бар. Жоқ, қазір 3 мегаполис бар. Енді облыстың саны азайды ғой. Бұрынғы кезде мысалы 15 республика, Мәскеу мен Ленинград мысалы сол кезде сондай ғой. Иә. Сондай еді, иә. Қазір ғой бұл ана біздің Қазақстан чемпионатына шыға салын. Ол кезде 15 республика, Мәскеу мен Ленинград 17 команда. Малый чемпионат мира ғой. Осы жерден шығып көрдің сол кезде. Еуразия чемпионаты десең. Сол кезде шығу дегеннің өзі ой. Сол кезде деймін да жаңағы Совет өкіметінің кезінде орыстар мен украинецтер ойнай бергенде мықты болып жаңағы Совет өкіметі. Украинадан қара. Динамо Киев, Металлист Харьков, Черноморец Одесса,
Заря Ворошиловград, Металлист Харьков. Міне. Динамо Тбилиси бар, Арарат Ереван бар, Динамо Минск бар, мындақтан Қайрат пен Пақтакор әлді жылдап әйтеуір Берадор Абдурайымовтар бар олардың. Келеміз, кетеміз, келеміз, шығамыз, Йонкиніміз бар әйтеуір ары бері. Сол Берадор Абдурайымовтың бар ғой? Жаңағы Епставай Пехлаваниди туралы ғой. Мәскеудің торпедасымен Қайрат ойнап отырды ғой жаңағы Москвада. Сонымен жаңағы біздің бір Ковалев деген водителіміз бар. Сол жаңағы ойынға бармай ма? Сон барып Қайраттан ойнап отыр. Сон бір кезде Қайрат Пехлаваниди айыпдон банк тордан бірақ шығарады ғой. Сонымен бұл гол, гол дейді. Ешкім үндемейді. Былай қарайым дейді да. Қой, мыналар мені ұрып өлтіріп қоя ма дейді. Басқа трибунаға қашып кеттім дейді да. Ондай да жағдай болған жаңа. Байқамай. Берадор Абдурайымовтың баласы да футболист болды, есіңізде ма? Азамат Абдурайымов деген. Иә, болды. Оның немересі де футболист болдыдан кейін. Енді ол ген бойынша беріледі ғой. Қазақтардан сондай жоқ? Бізде қазақта енді таза халықпыз ғой біз. Геніміз деген, жеті дейін бөлінеміз, не қыламыз, ондай. Түсінің ба? Сондықтан ол кейіннен келе ма? Кейіннен келеді ол, бірден келе қоймайды. Олар жаңағы, олар өзбектер басқа масқаттарда біз жаңағы ясауи несіндеміз. Түсінің ба? Олар басқа масқат. Түсін олардың тілдерінілері бөлек болып өткенде, біздікі бөлек болып өткен. Әйтпесе Ташкенттің мысалы 4 қақпасын Қойгелді батыр ұстаған, Төле би ұстап тұрған ғой. Жаңа сол өзбектер масқараға соңғы кездер. Өйткені не істейміз келесі жылы сонда Өзбекстанға жанкүйер болып отырамыз ғой сонда. Боламыз, енді не істейміз. Амал жоқ қой, амал жоқ. Өзбекстанға жанкүйер боламыз. Жанкүйер боламыз, Бастан бір айтып жатыр ғой енді олардың футболы дамып кетті деп. Өзіңді айтың өткенде жаңа U17-сі бар, U19-ы бар. Олимпиадаға барып ойнады ғой енді бұның не керек 20 жастағы. Иә. Біздікі немене? Соның аяқ қолы кен ба, басқа жері кен ба? Бізде жоқ қой олимпийский сборная. Енді не қылдайсың енді? Қазақ футболын дамытамыз дейді. Айдалада бір бәлені айтады отырады. Ағажа Марадонадан бастадық па әңгімемізді. 86-та көрдіңіз ғой, живой бүкіл несін, телевизордың прямой эфирде, иә? Сонда бүкіл Марадонаға бәрі, бүкіл бір ауыздан жанкүйер болды Аргентинаға, футболға ғашық адамның бәрі. Ондай техника, ол екінің біріне берілмеген, өзің ойлашы. Англия деген футболдың отаны. Центр минатайын жаңа құрамада. Түсінің ба? Не бір енді әлемде центр минатайын. Солардың 7-8-ін алдап барып қақпаға гол соғу деген ол екінің бірінің қолынан келмейді ғой. 86-та біздің кісі құрамасы барды ғой. Лобановский. Венгрияны ұттық, 6-0. Бельгияны. Иә, Бельгиямен жаңағы Канаданы ұттық. Соның жаңағы Бельгиямен бірден 4-неде ұтылып қалдық. Энцо Шифа құртты ғой. Иә, сол кезде офсайдтан гол соғып, соны біздің гол жетістірмей қой, сөйтіп шығарды ғой. Сол Бельгияны да ұтып кетті ғой Марадона кейін, четвертьфиналда. Жоқ, сол кезде ең бірінші рет Лобановскийдің сборныйы әлем чемпионатының кәдімгі фавориті болған дейді ғой. Иә, болған енді. Жазған дейді. Мықты ойыншылар болды ғой дейсің. 8 Динамо Киев. Василий Рац дегендерің бар жаңағы. Кім бар? Михайличенко, Алексей Виланов, Заваров. Виланов, Заваров. Ювентустан дейді Заваров. Одан кейін анау Баджолар ойнаған әлем чемпионатында көрген шығар 94-тегі. Марадона сол кезде ұсталып қалды ма, не болды? Иә, ол кезде ұсталып қалды. Сонымен ана несі бар анамын деп оны қайтарып жіберді ғой. Фидель Кастро екеуі келген ғой. Разборкаға ма? Досы болған ғой Фидель Кастроның. Ол Фидель Кастроның несін мынау Че Гевараның ба татуировкасын салады ғой бұл бар. Бұл есіреді ғой. Ой, енді ол Фидель Кастро біздің анау кім біздің қазақтың ұлы батыры Бауыржан Момышұлының өзін шақырған ғой Фидель Кастро. Қонаққа шақырған. Сөйтіп соғысу әскері оқуы бар ғой, содан сабақ берген Бауыржан Момышұлы Кубада. Израильда. Әлі күшін бәрінде Бауыржан Момышұлының несін оқыды. Тактикасы. Израильда. Есетпе? Армиясында. Енді оқысыны мен көргем, бірақ енді оқысының көзіне қарау деген мүмкін емес. Да? Бауыржан атаны көрдіңіз бе өзіңіз? 82-ші жыл ма? Таразда көрген шығарсыз. Жоқ, 82 емес, 77 или 78-де келді оқысы. Мынандай несі бар, басында 7 ноябрьде парадқа келді. Таразға ма? Аха. Оқысының көзіне қарау деген мүмкін емес, анау көзбен адам жек қой, бүйтіп қарай алмайсың оның көзіне. Батыр адам десекші, Жуалдан.
мүмкін емес оны келатқанда жаңа неден жоғалдан қарсылады итакта оны кім Бектұрғанов бауыржан келатыр деген кезде жолдан киіз үйттік бәрі масқара адам болған мықты адам болған ғой Шерхан Мұртаза ше ол сізде сояқтан ғой иә ол содан кейін ана кім бәрі Мыңбұлақ дейді не дейді анау кім бар ол жақтан анау генерал Ертаев Бақытжан Ертаев сол жақтан мықты батырлар шыққан сол жуалдан өйдеу кісілер енді ол кісілер жүрек бар ғой жүрек тауда өскен кәдімгі мінез болу керек те жаңағы кім Әлихан Бөкейхановтың өзі айтқан ғой жаңағы адамның жаңағы не болуы ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп ал Әлихан Бөкейхановтың өзі мысалы анау Санкт-Петербургта орман институтын бітірген содан кейін барып орыстардың кадет партиясын басқарған еврейлердің партиясының төрағасы болған ғой масондардың ұйымының мүшесі иә соның төрағасы болған ол тек қана мүшесі емес төрағасы болып соларды басқарған Әлихан Бөкейханов сонда біздің футболшыларда да сондай бір мінез жүрек керек қой әлем чемпионаты мінезсіз ешқайда бара алмайсың КПЛ-де жеңе алмайсың сен футболда мысалы рух керек ақшасыз мінезсіз түсінің ба иә рух керек мен қазағым үшін барымды берем жанымды берем деп ана жерді қопарып тастайтын ойыншыларды алу керек қой керек жоқ ана ортада тұрып бір біріне пас бере анау алға сондай нелер керек қой өйткені оларға дух беретін мысалы Әдиев қалай Әдиевке бір алып баратқан бапкер емес бірақ дух берді ол психология аналардың санасына құйып тастайды түсіндің ба ол біледі ғой еще қазақтардың менталитетін енді не қылдайсың сол ана миына құйып тастағаннан кейін анау сенің миыңа құйып тастайды қазір ол сен мықтысың қазір мына бір адам гол соғасың сен бүгін соқпасаң бітті бол сен соғуың керек сенің санаң миың бәрі уже бітті саған алаңға шыққаннан кейін Айымбетов сен Бенземадан кішкентай ғана кемсің сен Реалды ойнайтын адамсың деген ғой иә бітті ғой соның кейін сен екі қанатты байлайсың да ұшасың ғой бітті ғой қанат байлап алғанда қарамайсың сен екі қанатты байлайсың Белфастқа періп барған қақпа қайда дейсің да ұрасың қақпаға қарай негізі Бенземаның кейбір жерлері сенен кем деген ғой Асқат Роберто Карлостың удары сәл слабылау сенен деген ғой жіберген ғой сөйтіп бірақ сол жылы сіз де сеніп қалдыңыз ба евроға шығып кетеміз ау деп жаман жақын қалдық қой негізі пранк болған ғой анау жоқ негізі адамда үміт ең соңында дейді ғой иә надежда тәте иә ең соңында өседі дейді ғой адам баласы болғаннан кейін сенесің ғой енді үмітсіз шайтан дейді енді мынау шығу керек бірақ енді ана Грекия ол да оңай кем өйткені ол бірінші ана Словенияға барып 2-1 болған ойын ғой сол кезде үміт сол кезде жоқ енді ол кезде өсті ғой енді ана жақта ойнаймыз Грекиямен ойнап та жатырмыз екінші шанс ал гректерің ол құдайлардың отаны Грекия әне ол бекерден бекер мысалы Европа чемпионы болған жоқ қой Эллада болды көрдің бе Эллада олимпиаданың жаңағы отын жағатын жер желеп жебеп кәдімгі иә сол сияқты бізде де әруақ деді алға ұрып бітті әруақ қолда деп Пехлеваниде келді ғой сол ойынға сол ойынның алдында Қазақстан құрамасын енді ол да қолдап жіберген мына екеуі жерлес болып Пақтарал болып сол жерде Пақтаралданмын деген Пехлеваниде күшті шабуылшылардың бірі ол қателеспесем бір 60-тан астам гол соқты ол жоғары лигада 60 па 61 ма сондай страшно болған дейді ғой удары удар енді керемет енді айтып отырмын ғой енді өзің ойласаңшы ол неғып енді ол Спартакқа неге ауыспаған сол кезде Динамо Киевке Спартакқа неге ауыспаған анау кімнің өзін шақырған ғой Яровенконың өзін Лобановский шақырған ғой Динамо Киевке жоқ бұл Днепрге ауысқан ғой Днепрде ойнады жоқ ол Динамо Киевке бармаған ол ақымақ өйткені ол жерде сындырып тастайды оны сен білесің ғой жердегілерді ол өзі фамилиясы комен аяқталады ғой жоқ ол жақта ұлтшылдық деген өршіп тұрған Яровенко ғой фамилиясы енді ол мысалы сен осы жердің орысы сен Россияға баршы үйіңді өртейді сен қайтып келесің бері қарай сол сияқты нәрсе ғой сен қанша украин бол сен ана жақта украин емессің сен олардың тілінде сөйлеуің керек олардың жаңағы оразман украинецсің де ол кісі Украинаның азаматтығын алды ғой кейіннен Днепрде ойнады ғой баласы да ойнады сол жақта кейін көшіп келді қайтып келді енді бірақ қайтып келді ғой ол жақта Қазақстаннан артық жер жоқ екенін білді ғой көрдіңіз ба сезді ғой Шоқшы Антоны мықты ойнады ғой Антон мықты ойнайтын енді ол да Украинаға көшіп кетті кейін иә Антон Шоқ ол айтпақшы Ротор Волгоград бар ғой соның президенті болған жоқ па иә Ротордың анау
ең бірінші роторды көтерген неған ана кім деген болған? Евгений Горнев деген болған. Ой, кішкене сол футболшылардың несін стиральный машинамен өзі жуып, өзі істеп беріп жүріп, сол роторды жаңа неге Лигаға шығарған Евгений Горнев деген болған сол ротор. Бұл енді КСРО-ның футболы мықты, футболшылар қанша мықты болса да, бірақ әлем чемпионы бола алмады, сөйтіп жүрді. Жоқ, болайын деп тұрған кезде енді анау мысалы 70-ші жылы мысалы ойнап аттық. Аутқа кеткен допты аналар алады да салып жібереді. Біздікілер тоқтап қалған. Сол сияқты неше түрлі жағдайлар бар ғой. Әйтпесе мысалы Европаның ең бірінші алған КСРО-ның құрама командасы 60-шы жылғы 60-шы жылғы чемпион болды. Одан кейін олар да ғана Италиямен ол кезде ничья есептелмейді екен ғой, ертесіне келіп тағы ойнайтын кездер болды. Иә, ол кезде анау не деген ой футбол ол деймін да? Жоқ, ол кезде тиын лақтырады былайынан. Ол да ондай да болды. Иә, тиыннан же. Сүрген ана футболшылардың ішінде кім портовый, Бышевыш па, басқа ма кімді? Елі Гибино дей ма соны жібереді. Барды. Иә, бар ананы шығарып кел деп. Орел и решка деген. Иә, содан ұтылып қалсаң болды, кетіп қаласың ғой, ойлайсың. Ол кезде ана француздардың монетасы атын еді, бірдеңке деп атылады, сол жаңа Францияның жаңа несін лақтырады. Енді жаңа кім айтып отқанда, немістердің де жаңа газеті мықты болатын, Киткер деген. Ол даже неден де мықты. Әлі шығады ғой. Иә, Франс футболдан да мықты. Франс футболын қазір, ол Лекюб қой қазір Францияда. Соның бойына орыстарында журнал шығып тұрады, мына мировой футбол деген. Соны таразға алдыртып оқитын ек қой, Спорт Экспресс, Советский спорт дегендерін масқара. Қазір бізде баспасөз деген жоқ болды ғой, бәрі анау осындай неге көшіп кетті да. Интернетке көшіп. Қазір аға неге анау пабликтарына Инстаграм мен неге кетіп қалды бәрі? Facebook, Инстаграм, TikTok. Ана өткендегі Чемпиондар лигасын көрдіңіз бе? Әлем футбол туралы әңгіме айтып отырық қой. Интер мен Барселонаның ойыны ше, өткенде қызық болды. Соны мен айттым, ана ПСЖ жеңеді деп. ПСЖ мен Барселона шыққанда қандай ойын болатын еді? Бәрібір ПСЖ жеңетін еді. Неге? Өйткені солай есептеліп қойылған ғой, болды ғой. Сен Барсаға қанша жерден барсаң да аламайсың. Есеп. Биылғы есеп бойынша кез келген нәрсенің есебі бар ғой. Биылғы есеп бойынша КФЛ-ды кім жеңеді аға? Біздің міне қара. Қазақстан чемпионатын алайық. Қарапайым ғана мысалы. Турнир кестесінде міне қалай тұр? Астана, Тараз, Қайрат, Тараз деппін ғой. Бұл турнир кестесі команданың ақшасына байланысты кете береді төмен. Кімде қанша ақша бар? Сол бітті. Солай ғой. КФЛ-ды кім чемпион болады деп ойлайсыз аға? Ар жағындағы нені айтпай ақ қояйын. Ол ана маусымның алдында кім чемпион болады, кім екінші, сұрақ қойып атқаны жарты минут, 4 минуттай уақыт болып қалды. КФЛ-ды кім чемпион болады дейді? Есеп бойынша кім болады биыл чемпион? Енді оны ана жақта қалай шешеді, солай болады ғой. Болды, мен оны былай болады деп айта алмаймын. Өте қиын сұрақ енді ол. Ол чемпионның шешіліп қойған нәрсе ғой. Мынау бірінші, екінші, үшінші орын. Мынау кубокты алады, мынау нені алады, мынау ұшып кетеді, болды. Солай ғой, футбол деген бәрі есеп қой. Есепсіз дүние жоқ қой қазір. Иә. Омай, сонда бәрі сондай дейсіз ғой, енді баяғыдан сондай ғой. Мен білмеймін ғой енді. Мысалы, Астананың өзі 6 жыл қатарынан чемпион болды. Не болды, тұрында ойлай бермейсің. Басқа чемпион болу команда жоқ па не? Сонда білмеймін енді. Есеп демекші, бұл есепті дос айырылмас деген бар ғой. Бұл қалай шығып жатқан мысалыға? Сен қаяқтан білесің? Қойшы, айта бермеш, ана видеоның астында сілтеме тұр, соны бассаң, әділ бонус тұр, соны айта қоятсың ғой. Басқасын айта берші. Болды. Болды ма? Иә. Аға келгеніңізге рахмет аға. Сіз енді 2 сағаттан бері сөйлеп жатырық. Рахмет. Аяқтайық бағдарламамызды. Кеп тұрыңыз. Кеп тұрыңыз. Шақырып тұрамыз. Енді анау қыркүйек айында шақырамыз енді. Сол кезде бір ана Чемпиондар лигасы, АПЛ болады. Сондайларды көресіз ғой сіз, Көреміз, оны жібермейміз ғой. Қалай көрмейміз енді? Сол кезде жаңағыдай болжам айтып көреміз. Айттық қой енді, Болжам айтамыз ол кезде бірақ. Болжамға қалайсыз жалпы? Болжам енді орысша айтады ғой. Неблагодарный. Прогноз дела неблагодарный или неблагоприятный дейм ба? Айтуға болады негізі енді ол. Болды. Өте бірақ қиын сұрақты. Total Fora дегендерді білем дейсіз ғой? Бәрін білеміз. Болды.